Ал балам, туған күнің құтты болсын. Сен туған күніңе осындай бір компьютер әкеп бердім. Бұның бағасы өте қымбат. Сен үшін барлығын алуға дайынмын мен. Саған рахмет әке, рахмет сізге, көп рахмет. Дейма, мен мына ноутбукпен енді мен ютуберлермен бірге ойнайтын болдым. Маған как раз Roblox ойнайтын компьютер керек еді. Мен енді осы компьютермен видео түсіріп, дамып ютубер болатын болдым. Рахмет әке сізге. Оқас жоқ, я сен үшін ғой барлығы. Енді дамып бір жақсы ютубер болып ал енді. Қараш мына компьютерге, мен мына компьютерді қымбат ақшаға алдым. Қара, міне мықты креслосы бар осындай. Міне дәу экраны бар, мониторы бар, осындай мышкасы мен клавиатурасы да бар. Еще саған міне ютубер болады деп осындай микрофоны да бар міне. Міне ютуберлер ұқсап сенің осындай микрофоның болады. Осыған сөйлейтін болсаң, ар жақта дауыс шығады сенің көрермендеріңе. Осымен енді жақсы дамып алсаң болады. Рахмет әке, болды, білем ғой, дальше өзім ютуберлерден көріп жүрмін, қалай ютуб түсіру керек екен, сөйтіп мен де түсіретін болам, ертең дамып кететін боламын. Ана көрші бомж досым әлі жүрген шығар, мен осы компьютермен дамып кететін болам, мықты болып кететін болам. Ана бомж досымнан да озып кетемін, бомж досым тым дами алмайды. Мен болсам мықты компьютерім бар, енді мықты ютубер болып кетем енді. Ал бомж досым жүрген шығар әлі. Компы да жоқ, дымы да жоқ. Рахмет әке сізге, кетті, мен онда комтама апарып қоя берейін. Міне әкем әкелген мына компьютерді комтама қойып қойдым. Енді не түсірсем болады? Roblox түсірейін ба? Roblox'тан ютубқа астап дамып кетейін ба? Онда сөйтейін, онда кеттім. Берден компьютерме отырып алайын. Хоп, міне компьютерме отырып алдым. Осы жерден осыны басып, давай видео түсіріп тастайын мен онда. Кешке дейін видеоны түсіріп, кешке видеоны дайындап қойында, бомж досымнан озып кетпеймін ба мен, я? Балам, туған күнің құтты болсын. Ал енді мен сен туған күніңе планшет әпердім. Қазір саған көрсетейін міне. Ал балам, туған күнің құтты болсын. Мен саған мынандай планшет әпердім. Қарашы міне. Өте әдемі телефон міне. Осымен енді сен жақсы дамып кет енді. Сенің арманың ютубер болу еді ғой. Міне осы планшетпен енді жақсы дамып кете аласың. Ал балам, міне планшетті абал. Міне саған деп осы көп ақша жинап осы планшетті алған болатынмын. Саған рахмет әке, мына планшетпен енді мен жақсы ютубер болып кететін болдым ғой. Как раз осы ютубқа қызығып жүретін мына планшетпен енді давай бірден Roblox тартып алайын. И осы жерге отырып алып, кешке дейін видеоны түсіріп тастайын онда. Міне осы жерден міне CapCut дегенді жазып аламыз, монтаж жасайтынды. Рахмет әке, онда сізге мен видео түсіре берейін онда. Жақсы әке, рахмет сізге, көп рахмет. Онда мен давай видеоны түсіре берейін міне Robloxқа. Brookhaven дегенге кіріп аламыз міне. Опа, осы жерден енді видео түсіріп тастайық. Міне. Балам, светте өшіп қалды ғой. Балам, болды, онда мен кете берейін, барып жұмыс істеп, осы светке ақша тауып кетейін енді. Осы ақшаның бәріне сенің планшетіңді алдым енді. Барлық үміт сенде, балам. Жақсы, мен онда жұмысқа кеттім мен. Көресіңдер әлі, ертең ақ осы ютубпен дамып, мен әкеме көмектесіп, осы әкемді бір қуантатын болам. Әкем осы уақытқа дейін мені көп рет қуантты. Рахмет әкеме. Ертең мен әкеме жаңа көлікпен жаңа үй әпермесем, осы ютубтың арқасында давайте ютуб түсіріп тастайын онда. Міне видеоны қостым, ал бастайын онда. Ассалаумағалейкум достар, қалайсыңдар? Бүгін осы мен Brookhaven қаласында осындай видео түсіріп жатырмын. Сіздерге егер ұнаса, арнаға тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Мен жаңадан келген ютубер боламын. Осы бүгін біз Brookhaven қаласында осындай бай мен кедей дейтін серияны түсіріп жатырмын. Сіздерге ұнаса лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Опа, болдым міне достар, мен видеоны істеп болдым. Енді осы видео монтаж жасап ютубқа салып жіберейін. Міне, опа, ютубқа салдым енді. Енді көреміз достар жауабын. Ертеңге дейін осы видеом рекке кіріп кетсе, менің әдемі болатын еді. Енді осы видеомды салып жіберейін. Бірақ та енді мен күні түні еңбек етуім керек. Осы видеомен қарап қалмай тағы да бір видеолар істеп қойын, ертеңге дайындап қойын видеоларымды. И сөйтіп күніге асықпай салып отыра беретін боламын. Мен осылай дамып кететін боламын достар. Сіздерге ұнаса лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Менің арнам 5000 подписчикке азғантай ғана қалды. Тіркеліп кетейік барлығымыз. Мына жерде қайсысын басам, мен ойлағаннан да қиын екен мына компьютер деген. Мен ютуберлерден көріп оңай ма деп жүрсем, мына жерде мен үйрене алмай жатырмын что-то. Сонда да мен давай видеоны бірден бастай берейінші, мен қайсысын басатын білмей жатырмын мына жақта. Ассалаумағалейкум достар, сіздерге қалайсыздар? Бүгін біз осы Roblox ойынды ойнайтын боламыз міне. Давай осы жерге қосылсаңыздар болады менің қасыма. Сіздермен бірге мен бай бала
давайте достар. Опа, міне видеомды істеп тастадым. Енді осы видеоны монтаждасайын десем, мен мына монтажды да білмеймін ғой мен. Мә достар, онда осы күйі сала салайын онда видеомды. Бірақ та менің качеством әдем болады видеомның. Аны бомж досым жүрген шығар, телефонмен түсіріп, качествосы оның бытшытский болады. Менікі осы әдем болады. Міне осы мен салып жіберейін енді ютубқа. Міне салдым, енді осы ертеңге дейін бір үлкен просмотр жинасам мен жақсы болатын еді. Давайте кеттік. Мына ютубқа видеоны әрең салдым ғой. Уже кеш батып кетіпті. Қазір мені әкем ұрсатын болды. Давайте онда ертерақ жатайын онда. Ертең барып енді дальше видеомды істейтін болам. Бүгінше осы видео болады енді. Бомж досымнан озып кеткен шығармын деп ойлаймын енді. Барып сәл ұйықтап алайын мен. Ертеңге дейін енді YouTube видеом көп лайк жиналып кететін болса зор болар еді. Саған ертең шынымен де көп лайк жиналатын болса мен влог түсірем онда. Мен бомж досымды мазақтап түсірсем ол көрермендерге қызық болады деп ойлаймын енді мен. Міне соңғысы қалды. Міне осы жерден видеомды салып жіберейін, болды достар. Кеш батып кетіпті уже. Видео монтаждайым дегенше кеш батып та кетіпті. Онда мен жатып ұйықтап алайыншы. Біздің үйде даже кроват та жоқ қой, осы диванға жатамыз біз әкем екеуміз. Ертең бірақ осы ютубтың арқасында мен байып кететін болсам, мен мықты, мынау бай досымнан да мықты үй алатын болам. Көрсетем мен оларға кімнің бай екенін. Давай осы жерге ұйықтап алайын. Ертеңге дейін енді жақсы просмотр жинақса, мен күшті болар еді. Ертең тағы да бір әдемі идея бар менде, бір Roblox жайлы. Ертең тағы да бір күшті видео түсірем. Сонымен мен дамып кететін боламын енді. Онда мен жатып ұйықтап алайын. Ертеңге дейін енді мен телефоныма сообщение көп келіп тұрса, рахмет, күшті деп комментариялар жазып жіберсеңдер енді сендер, сол кезде зор болар еді. Да, ұйықтап алайын онда мен. Мәссаған азан болды. Мен барып видеомды көріп жіберейінші, қанша просмотр жинағанын. Жақсы лайк жинаған шығар. Давайте барып компьютерме отырып көрейін мен. Міне көріп жіберейін. Мәссаған достар, менің кешегі видеом 100.000 просмотр жинаған ғой. Комментариясын көрейін. Видео күшті, топ дами бер деп жазыпты. Мәссаған, онда бүгін мен точно өте қызықты контент түсірем. Ол әрине мен бомждың үйін түсіретін болам. Сол кезде мен көрермендеріме ұнау керек, күлкілі болу керек. Ол көрермендерге сол жақсы болады. Мен 100.000 просмотр жинапты. Еще біз 100.000 подписчикке азғантай ғана қалыппыз ғой. Онда ертең соны түсіретін болсам, бомжды жамандап видео түсіретін болсам, мен 100.000 подписчикке жетіп күміс кнопка алатын боламын. Онда мен кеттім. Бірден онда түсіріп тастайын. Менде как раз камера бар еді. Міне әкем алдыңғы жыл маған камера берген болады. Міне осының ішінде менде камера бар. Қазір осы жерден мен камераны алып жіберейін. Міне достар, міне мен камера алдым. Барып енді бомж досымды түсіретін боламын. Өйстіп мазақтап, бомж досым ол жүрген шығар, осының арқасында мен жақсы дамып кететін болдым. Кеттім мен бомж досымды түсіріп тастайын онда. Опа, міне азан болған сияқты бізде. Түс болып қапты, уже обед болып қапты ғой. Айтпақшы, кешегі видеом қанша просмотр жинады екен, көріп тастайыншы мен соны. ютубқа кіремін міне. Мен кеше планшетпен түсірген видеом қанша жинады екен. Мәссаған достар, кешегі видеом 100-ақ просмотр жинаған ғой. Комментарияға качествоң біртүрлі сенің деп жазып жіберіпті. Достар, мен ютуб тастайын ба? Мен до конца барам онда. Мен білем, іштей мен бір жерде тесіп шығатынымды. Онда бүгін одан да қызық контент түсірем Roblox'тан. Мәссаған достар, ютубта мен неқта бай досымды көріп тұрмын. Бай баланың арнасы деп тұр. Ол кеше видео шығарыпты, 100.000 просмотр жинапты. Мәссаған. Онда мен сондай видеолар түсіріп бастайыншы, онда сол кезде дамып кететін сияқтымын мен. Онда қайттан отырып алып видео түсірейін. Қалайсыңдар достар? Мен осы бүгін видеода осындай жасайтын боламын. Бүгін біз байдың өмірін түсіретін боламыз. Міне Roblox'та біз бай болатын боламыз. Достар, мен осындай видео түсіріп жатырмын. Қайықтан білсін, бірақ мен шын өмірде осындай кедей екенімді. Бірақ та балаларға, көрермендерге бай болған ұнайтын сияқты. Сондықтан мен Roblox'тың ішінде бай болып видео түсіре берейін. Міне достар, мен осындай баймын. Бүгін біз осындай үлкен үй алған болатынбыз. Достар, міне видео істеп біттім. Енді осы видеоны да ютубқа салып жіберейін. Дамитын сияқтымын мен чоташы. Мәссаған, бай досым дамып кетті. Онда сол секілді мен де дамып кетейін. Бай досым не контент түсіреді екен бүгін, Достар, міне влогымды бастап жіберейін. 1 2 3. Міне достар, көрермендер, қалайсыңдар? Бүгін мен бай бала арнасы, бүгін біз өзімнің влогымды көрсететін болам, өмірімді көрсететін болам. Міне қараңдар, міне камераға бәрін түсіріп тұр. Мынау менің үйім. Ал менің досымның үйін көрсетейін ба сендерге? Өте қызықты болады ол сендерге. Міне қараңдар, менің досымның үйі
осындай достар. Досымның үйін қараңдар. Ол өте бомж, ол өте кедей. Ол өте бомж. Достар қараңдар, міне бомждың үйін қараңдаршы. Мә, қурап атыр ғой мына есіктерін қараңдар, терезесі сынып қалған. Міне бұл бомж досым еще ютубер болам деп қояды достар. Бұл бомж досымнан отписка жасап тастаңдар. Бұл бомж досым дамымайды, бұл бомж досым менің. Өйткені бұл өте бомж ғой. Қалай сендерге әдемі контент түсіреді. Міне осындай влог. Опа, міне влогымды біттім. Енді осыны ютубқа салсам, зор просмотр жинайды. Мен енді дамып кететін болам. Көп лайк жинап, көп просмотр жинайтын болады. Бомж досымды мазақтап салдым ал. Енді барып монтаж жасап жіберейін енді мен. Мәссаған, бомж досым жүрген шығар әлі де солай. Достар, ана жақта менің көршім жүр ғой, бай көршім. Жота не істеп жүр екен ол? Ол мән бермей ақ қойын. Мен дальше одан да YouTube видеом түсіре берейін. Мен YouTube'дан дамып кетем. Міне салдым. Мәссаған достар, салғаныма енді 1 минут болды, уже біздің просмотрымыз 10 000 просмотр болды. Ема мына видео рекке кіретін сияқты. 1 сағаттан кейін көрейік өте қанша просмотр жинайтынын. Мен оған дейін онда өзім Roblox ойнап отыра берейін. Ал анау видеом 1 сағатта қанша просмотр жинайды көретін боламыз. Ей достар, мен түсінбей жатырмын. Мен бомж досымды мазақтап видео салып едім. Ол видеом қайта көп просмотр жинаудың орнына қайта ешкім лайк баспай жатыр ғой. Мә, комментарияларын қарасам, сен досыңды олай мазақтама, досың сенен мықты болып кетеді деп жазып жатыр. Мәссаған достар, барлығы менен отписка жасап жатыр. Менің арнамда 100 000 подписчикке азғантай ғана қалып еді. Мә достар, қайттан 10 подписчик болып қалды ғой. Мәссаған достар, барлығы отписка жасап тастады. Мә, бекер досымды мазақтадым мен. Мәссаған достар, барлығы маған лайк емес, қайта дизлайк басып жатыр. Ұнамайды деген лайкты басып жатыр барлығы. Достар, мә, бекер досымды мазақтаған сияқтымын енді. Қалайсыңдар достар? Видео ұнап жатыр ма? Егер видео ұнап жатса, осы видеоға лайк басып, арнаға тіркеліп кетейік. Мені де 100 000 подписчикке жеткізіп тастайықшы. Сондықтан да лайк басып кетейік. Жалғасы өте қызықты болды достар. Мә, арқам ауырып кетіпті ғой. Мә, диванға жатуды ұмытып кетіппін. Ё-мае достар. Мә, азан болып қойған ба уже. Мә, орнынан тұрайын қазір. Мә, достар, мә, кеше жаман шаршап қаптым. Мә, айтпақшы, кеше мен видео салып едім ғой, сол 1 сағаттың ішінде 10 000 просмотр жинап еді. Қазір көрейінші, бір күннің ішінде қанша просмотр жинады екен. Міне YouTube'қа кіремін. Менің кеше салған видеом. Мәссаған достар, мен кешегі салған видеом 1 миллион просмотр жинаған ғой. Ема. Мә, достар, қалай айтам енді мынау ема, 1 миллион просмотр. Мә, достар, бір видеом 1 миллион просмотр жинап кетті. Мә, енді мен байып кететін болдым ғой. Мен енді мына 1 миллион просмотрдың ақшасын қалай шешіп аламын достар? Мә, достар, мен енді ютубер болып кеттім. Мә, мен барып онда мына 1 миллион теңгені шешіп келейін барып ақшаны. Мә, достар, қалай айтсам болады? Еще менің подписчигім уже 100 000-ға жетіп қапты. Барып мен күміс кнопка алайын, я? Мә, бай досым әлі жүрген шығар ол. Мә, айтпақшы, каналын көріп қойыш. Ема достар, мына бай досым мен жайлы видео шығарған ба? Кедей досымды мазақтадым дейтін. Мә, достар, бірақ просмотры азайып қапты. Мә, айтпақшы, бай досымды қараңдаршы. Подписчигі 10 000 болып қапты ғой оның. Подписчигі 100 000-ға аз қалып еді. Негізі дұрыс болған. Мені жамандаған ол дұрыс емес қой достар, дұрыс па? Досын жамандаған болмайды ол. Мә, достар, мына ақшаны қараңдаршы. Ема, мына YouTube'ның арқасында осынша ақша таптым. Мен қазір барып осыны папама беріп, папам давай біздің үйімізді новый етіп жасасын, давай новый үй алып алайық біз. Болмаса мына үйде тұра беріп шаршап кеттім. Болмаса менде байларский үй алғым келіп жатыр. Мынандай ақшаға мен папам қуанатын болды ғой. Достар, оны қойсаңдаршы. Мә, қараңдар, құттықтап қойсаңдар болады. Менде осындай күміс кнопка бар. Мә, мен досым жүрген яқта, бай досым жүре берсін. Міне, менде осындай күміс кнопка бар достар. Мә, осыны мен барып үйге іліп қойын, осы жерге әдемі қылып іліп қоймасам, мен бүгіннен бастап уже ютуберім достар. Мен арнамда 100 000 подписчик бар. Ема, бірақ та мен мына үйді мына ақшаға меношын басқа үй алғым келіп жатыр. Мен папам жұмыстан келем дегенше басқа үй алып қойын. Мен папам қалай қуанатынын көретін боламыз достар. Мен осындай ақшаға үйімді жаңартатын болам. Қараңдар достар, мынандай үй. Қазір мен құрылысшыларға барып келейін. Олар мен үйімді жаңарта берсін. Мен оған дейін барып ақшасын беріп келейін онда. Мә, азан болды ма? Тұрайын, мен барып кеше видео салып едім бомж жайлы. Соны көрейінші қанша просмотр жинады екен. Нормаль жинады ма? Бірақ та кеше мені подписчиктерім жамандап жатыр еді. Мә, көріп жүрейін. Мәссаған достар, мен подписчигім азайып кетіпті ғой. Мә, неге өйтіп қалған? Мен кеше бомж досымды мазақтап салып едім. Ол дейтін нормальный жинамапты ғой просмотр. Мә, достар, бәрі менен отписка жасап жатыр. Мә, енді қандай видео түсірсем болады? Айтпақшы, мен бомж досым арнасын көріп жүрейінші. Міне YouTube'қа бомж бала деп жаздым. Мәссаған достар, мынаның кеше салған видеосы 1 миллион просмотр жинап кетіпті ғой. Мә, мынау еще бай болып өмір сүрдім деп қояды. Ол қаяқтан білсін, ол шын өмірде кедей екен.
бірақ ол бай емес шығар. Мә алаяқ десе ол бірақ баймын деп видео түсіріп алыпты ғой. Онда мен де сондай видеолар түсірейін онда достар. Мә айтпақшы болмыш досым 1 миллион просмотр жинапты. Ол қанша ақша алады екен оған? Достар, мен құрылысшылардың бастығына ақшаны беріп қойдым. Үйіңе бара бер, үйіңді жаңартып қойды дейді. Көрейш барып, мен үйімді қандай қылып тастаған кәні. Ема, біздің үйді қараңдар достар. Мәссаған, мынаны қараңдар. Мен мынаны папам көретін болса, мені мақтайтын болды ғой. Мә достар, біздің енді үйіміз бомжский емес, мынандай әдемі үй қараңдар достар. Мә, барып ішіне кіріп алып көрейш мен не бар екен. Мә, бізде осындай телевизор, 2 диванымыз бар. Мәссаған, бізде бұндай нәрселер жоқ еді вообще. Бізде тек қана бір-ақ диван еді. Айтпақшы спальня бар ма екен көрейш. Мә, жерде жата бер, полда жата бер. Арқам ауырып кетті. Мә, еще достар қараңдар, компьютер бар. Мә, әдем болды ғой. Мен осы жерге видео істейтін боламын енді. Спальня бар ма екен? Мә достар, спальня бар, әкем екеуміз осы жерге жатамыз кайфпен. Мә, арқам ауырмайтын болды ғой достар. Зор болды. Мына жақта душ бар. Мына жақта тағы да бір комната, тағы да бір спальня бар екен. Мә достар, мына жерден мен бай досыма қарап тұрам енді. Бай досым мені көретін болса таң қалатын шығар. Мә, мына жақта тағы да душ бар. Мә, зор болды ғой мына үй. Мен мына үйді YouTube-ның арқасында алдым. Мәссаған достар, әкем қашан жұмыстан келеді екен. Әкем бір қуанатын болды мынаны көріп. Мә, 1 миллион просмотр ма? Болмыш досым не істеп жүр екен? Бар көріп қайдашы мен үйін. Болмыш досымның видеосы қалай 1 миллион просмотр жинап кеткені, ол немен түсіріп жүр екен? Болмыш досым кәні көрейші. Ема, мына болмыш досым немен новый үй алып алған ба? Ема достар, мәссаған, болмыш досымды қараңдаршы. Болмыш досым байып кетті ғой. Майо достар, болмайтын болмыш досым деген. Мен контентімді ұрлап. Мә достар, мына болмыш досымдікі арамдық. Мен бар болмыш досымды ұрам. Не бол менің контентімді ұрлап кетеді достар. Ол бай емес қой, не баймын деп түсірген. Мен бар досымды ұрып қайтпасам, мына досым арамдықпен байып кетті. Мәссаған достар, қараңдар, ана жақта бай көшім қарап тұрмаған. Не деп тұр екен бұл? Мә, мен үйіме таңғалып жатқан шығар, қалай бұлай үй алып алды деп. Қаяқтан білсін мен YouTube-тан байып кеткенімді. Бірақ неге олай ашулы қарап тұр ол? Мә достар, бай көршім келе жатыр. Мә, қалайсың бай досым? Қалай ойлайсың, жақсымын ба? Сен мен контентімді ұрлап жүрсің, а? Сен бай емессің ғой, баймын деп видео түсіргенсің. Мә досым, енді ол Roblox-тың ішінде ғой, енді Roblox-тың ішінде өзім бай болып түсірдім енді. Roblox-та тек қана сен ғана бай емессің ғой, бәріміз түсіруге болатын шығар, не бүйтіп айтасың? Жоқ, сен менің контентімді ұрлап кеттің, мен сені қазір ұратын боламын. Бергел бер, сен ұрып тастаймын. Енді менің контентімді ұрлама, кет бар енді. Мә достар, неге мені бай досым ұрып кетті? Ол ғана бай емес қой, бәріміз түсірсек болатын шығар, солай дұрыс па достар? Бай досым енді өзі дамымағаннан кейін мені ұрып жатқан шығар. Мә достар, мен дальше барып видеомды түсіре берейін. Одан да байып кетіп, мен оны өзім ұрып тастайтын болам тағы да. Тек бір видеоға ғана 1 миллион жинап деп қарақ қалмай, тағы да видеолар түсіріп тастайын барып. Опа, міне видеоны түсіріп тастайын. Опа, міне видеоны қостым. Ассалаумағалейкум достар, сендермен бірге мен Нұрасыл. Бүгін біз осы Roblox-та бай болып өмір сүретін боламыз. Опа достар, міне видеомды біттім. Енді осы видеоны қайтадан YouTube-қа сал жіберейін. Тағы да нормальный просмотр жинады деп ойлаймын енді. Давай қайтадан сал жіберейін YouTube-қа. Опа, міне салдым. Болды, кеттік енді барып. Сәл жатып алмасам, шаршап кеттім мен. Бай досым қатты ұрып жүрді мені. Мен ананы қатты ұрып тастадым. Негізі оныкі де дұрыс емес, мен контентімді ұрлап жүр, ол бай емес қой вообще. Бірақ ода мынандай компьютер жоқ қой. Менің компьютерімді қараңдаршы достар. Зорғы мынандай микрофоным бар сөйлейтін. Мен қазір тағы да 1-2 видео түсіріп жіберейін. Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер, сіздермен бүгін мен бай бала. Бүгін біз міне осындай ойнайтын боламыз. Менімен бірге ойнасаңдар болады. Комментарий жазып кетіңдер. Опа, міне видеомды біттім достар. Шаршап кеттім мына видеомды бітіп. Мен сәл жатып алайын. Енді ертең көрем қанша просмотр жинайды екен мына видеомның. Достар, видео ұнап жатыр ма? Егер де видео ұнап жатса, осы видеоға 2000 лайкты басып тастайық. Менің арнам 100 000 подписчикке азғантай ғана қалды, сондықтан тіркеліп кетіңдер және де қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңдар. Видеоны бірінші көресіңдер. Мәссаған, рахат болды ғой. Майо, жаңа үй алып алдым, кайфпен ұйықтадым. Ұйқым қанды ше. Бұрынғыда енді мен полда жатпаймын, осындай бір өзім бір диванда жатам. Рахат болды. Қазір тұрайын мен. Мәссаған достар, міне тұрдым. Қараңдаршы біздің үйімізді. Мен мына үйді YouTube-ның арқасында алдым да. Бет қолым жуып жіберейін. Мәссаған, папам келді ме екен айтпақшы. Бүгін келу керек еді папам. Жұмыстан папам бүгін келу керек. Папам мына үйді көретін болса,
таң қалатын болды. Қараңдар, папаға бөлек бір кровать бар, папа осы жерге жатады, папаның бөлек душы бар. Мәссаған, мен мына үйді ютубтың арқасында таптым. Айтпақшы, ютубта мен видеом 1 миллион просмотр жинады, и содан ақша алып осы үйді сатып алған болатым. Еще мен кеше видео салдым, соны барып көре салайыншы қанша просмотр жинады. Ол да жақсы просмотр жиналса, мен осы жолы да жақсы ақша алу керекпін, и солай дами беру керекпін. Айтпақшы, осы жолы менің видеом көп просмотр жинайтын болса, мен осы жолы өзіме мықты бір бай досымдікіндей ПК алатын боламын, компьютер сатып алатын боламын, бай досымдікіндей. Кеттім мен онда көріп алайын қанша просмотр жинады екенін. Міне қазір ютубқа кіріп жіберейін. Опа, достар, қарандаршы, мә, кешегі видеомда 1 миллион просмотр жинаған. Достар, өткендегі видеомда 1 миллион жинап еді, осы видеомда 1 миллион жинады. Онда мен тағы да барып тез ақшаны алып қайтайын. Мен бұл ақша қазір өзіме ноутбук алатын боламын, игровойный ноутбук алатын боламын. Кейін ноутбук алғаннан кейін мен папама машина беретін боламын. Папам келгеннен кейін маған таң қалып қалсын. Достар, мә, күшті болды ғой. Бірінші мен онда өзіме барып ноутбук алып алайын, кейін қайтарда мен машина айта алмаймын ғой. Бірінші папа келсін үйге, сосын папаға айтамын, папа қуанады да өзі барып алып келетін болады. Өзі дегенде бірге барып алып қайтатын боламыз. Сол машинаны мен қасына отырып алатын боламын. Өзім алып келетін болсам, мен машина айта алмаймын. Ал папам бір өзі баратын болса, ода ақша жоқ қой, менде ғой ақшаның барлығы. Өзім әперетін боламын папама. Ал қайтарда папа айдайтын болады. Мен оған дейін кеттім, онда мен өзіме ноутбук алып келейін, игровойный. Мен досым не істеп жатыр екен, мә, ана жақта жүр ғой. Бұл көрмедім, айтпақшы, арнасын ше. Бірақ та бұл маған қызық емес. Мен олай досым секілді досымды мазақтамаймын, мен жақсымын, достар. Ал ана бай досым мені мазақтаған, мә, достар, болмады ол ше. Мен қазір барып өзіме ноутбук алып алайын, мықты ноутбук алып болмасам, осы жерлерде магазиндерде ноутбук сататын магазин бар еді, барып сол жерден алып қайтайын онда. Мә, қараңдаршы достар, мына жақта велик самокат тұр. Осындайды алып алу керек еді маған. Тағы да видеолар түсіріп, оны да сатып алатын боламын, достар. Мен осы ютубтың арқасында байып кететін болдым ғой. Мәссаған, ютуб, рахмет. Мә, ютубтың арқасында байып кететін болдым. Тез үйге қайтпасам, қазір папам келіп қалады уже үйге. Тез ноутбугымды алып, ноутбук сатып алып қайтайын. Ана жерде ноутбук сататын, компьютер сататын магазин бар, барып алып қайтайын. Достар, қалайсыңдар? Осы сендерге бай ютубер мен кедей ютубердің оқиғасы ұнай ма? Егер де ұнайтын болса, осы видеоға лайк басып тастайық. Осы видеоға 3000 лайкты жинайтын болсаңдар, мен келесі сериясын шығаратын боламын. Сосын достар, менің арнам 100 000 подписчикке азғантай ғана қалып тұр. Сендер тіркеліп жіберсеңдер, біз жетеміз. Өтініш достар, тіркеліп жіберіңдерші. Егер де осы видеоны көріп болсаңдар, менің арнамда тағы да қызықты видеолар бар, көре беріңдер соларды. Мәссаған достар, мен өзіме мықты ноутбукты таңдап алдым. Қарандаршы, мә, мына игровойный ноутбукты қарандар. Осындай свет жанатын, астынан подсветка дейді ғой, қарандаршы, мә, сары свет, әртүрлі свет жанады мынадан. Бұл мықты ноутбук, бұны сындырып алмай енді үйіме апарайын. И менде бір 1 миллионнан тағы да бір 800 000 қалды. Мен мына ноутбукты 200 000 қалдым. Ал енді 800 000-ға папаға, міне қалған машинаға папаға машина беретін боламын. Міне, мәссаған, ойбай, шашпай-ақ қойын мен. Не шашып жатырмын? Мен өзі әрең жинап жатырмын ғой, мен бомжбын ғой. Енді осыған папаға машина беретін боламын. Папа уже үйде отқан шығар. Ол таңғалып отқан шығар, айтпақшы, папам үйде отқан шығар деп қоямын. Үйде таппай жүрген шығар папам, қайсысы біздің үй еді деп. Мәссаған, қазір папам келсін, көрсетемін ғой, мынау біздің үйіміз деп. Сенбейтін шығар мен папам, я. Мәссаған, кеттім мен. Ондай болса тез-тез үйіме барайыншы. Мәссаған, ана жақта папам жылап тұр ғой, не жылап тұр екен? Балам, не істедің? Біздің үйіміз қайда? Біздің үйімізді ұрлап кетті ма не? Мынау кімнің үйі? Мәссаған, біздің үйімізді сындырып байлар кеп үй соғып алды ма не? Балам, қазір айырам сені, балам. Не істегенсің? Біздің үйіміз, енді біздің үйіміз жоқ па? Енді қайықта тұрамыз біз? Қазір келсін ол баланы. Мен барып қазір баламды айырмасам. Мә, тез бәріп көріп қойдейші, папам не жылап жатыр? Папа не жылап жатсыз? Но біздің үйіміз ғой, білесіз ба? Жыламаңыз. Сен бала, не дейсің өзі? Біздің үйіміз дейсің ба? Мәссаған, шын ба анау біздің үйіміз ба не? Мә, балам, ойнамаш мен қумаш, сен қалай алдың мына үйді? Мен аламай жүрмін, сен қалай аласың бұл үйді? Я, папа, бұл біздің үйіміз, мен ойнап тұрған жоқпын. Қалай алдың дейсіз ба? Мен бұл үйді ютубтың арқасында алдым. Өткенде сіз маған планшет алып беріп едіңіз ғой, сосын жұмысқа кетіп қалдыңыз. Содан кейін мен сол планшетпен ютуб түсіріп, ютубтың арқасында дамып кеттім. Осылай ютубтан қазір көп ақша алып жатырмын. Еще бір қуанышты жаңалық айтайын ба, папа? Давай кеттік, сізге барып машина алайын мен. Машинаға деп ақша жинап қойдым. Ема, қандай машина дейсің? Балам, сен маған машина берейін деп жатсың ба? Балам, молодец. Мен сен білгем дамитыныңды. Балам, сені қатты жақсы көрем. Мә, балам, рахмет. Енді біз кедей емеспіз ба? Бізде енді нормальный отбасы болдық па? Бай отбасы болдық па бізде? Онда ең бірінші киімімізді ауыстырып алайық. Онда қазір базарға барып киім сатып алайық. Онда балам, барып машина
аламыз и қасына киім де алып алайық, өйткені біз былай жүруге болмайды уже, біз енді бай емеспіз балам, сен арқаңда барлығы, рахмет сен арқаң, осылайша біз осында үй алдық, мәссаған, біз енді кедей емеспіз, енді бізді ешкім мазақтамайтын болды, балам мен сені мақтан тұтам. Болды ғой әке, үмітіңізді ақтаймын ғой мен. Дальше ютубтан тауып беремін. Қараңыз, міне мен осындай ой міне ақша шашып жатыр екен ғой, ақшам көбейіп кетті деп көп шашып жіберетін болыппын достар. Мә ондай болмау керек, шүкіршілік болу керек, қанағат ету керек. Міне әке осынша ақша алып қойдым сіздің машинаңызға деп. Қазір онда шай ішіп алып, сосын базарға барып қайтайық, онда сізге машина алып, сосын киім алып дегенде. Еще әке өзіме ноутбук алдым, енді дальше больше жақсы дамитын боламын. Мынау игровойный ноутбук. Мә болды, өзіңе ұнаса болды балам, өзің дамысаң, өзіңе ұнаса, барлық нәрсе ұнаса болды. Сенің арманың ол менің арманым, сенің қуанышың менің қуанышым. Болды әке, рахмет сізге. Қараңызшы, мына әдемі, мына қараң, қызыл свет, әртүрлі светтер жанады. Мықты ноутбук, мен барып үйге қойып қойын. Міне қараңдар, көк свет жанып жатыр. Мынау игровойный ноутбук қой, бұл барлығын көтереді. Бұл Free Fire бар ма, GTA бар ма, барлығын көтереді. Roblox-ты да көтереді. Мен мына жақта компьютерін тұра берсін. Мен онда мына жерге қазір өзіме сет жасайтын боламын. Мына жерге қазір бір стол әкеп қоямын. Біздің үйде бар еді стол. Сол столды әкеп орынды қойып, осы ноутбукты қойып қоймасам, әдемі өзіме жұмыс орнын істеп алайын. Қазір күте тұрыңдар достар. Опа достар, жасап тастадым. Көруге дайынсыңдар ма? Міне әкем де қарап тұр. Міне әке қараңыз. Опа, міне достар, қалай әдемі ба? Осындай кресло, стол қойып алдым. Өзім осындай ноутбук алдым. Міне әдемі болды. Мына жаққа еще бірінші әкем әперген, міне әкесі әперген планшетті ешқашан тастамаймын. Осы жерге қойып қойдым. Міне бұл планшет, міне ұстап отыра беремін осылай. Бұл короче планшеттен мына жақтан YouTube көріп отырсам, мына жақтан Roblox ойнап отырамын ғой. Мәссаған достар. Енді осы жерде YouTube түсіретін боламын. Енді YouTube'ты до конца түсіріп, до конца апаратын боламын. Сендер давайте осы видеоға лайк басып тіркеліп кетіңдер достар. Менің арнам 100 000 подписчикке азғантай ғана қалды. Сондықтан жеткізіп тастайықшы менің арнамды 100 000 подписчикке. Сендер тіркелсеңдер біз жетеміз. Ал сендер тіркеліп лайк басам дегенше достар, мен күтіп тұрамын. Давайте сендерге 5 секунд берейін. 1 2 3 4 5 достар, тіркеліп лайк бастыңдар деп ойлаймын. Онда біз кеттік, әкеме машина сатып алуға барайық. Әкеме мыналардың барлығын жайғастырып болдым. Енді мына ақшаға барып сізге машина алайық. Кеттік әке, жүріңіз. Балам, одан да бетикті заказ бере салайық, одан да машинаны. Заказ берейік дейсіз ба? Чота мен де ойланып тұр едім, базарға барып машина таңдап жүргенше одан да бірден заказ бере салу керек деп. Қандай машина аламыз онда әке? Интернеттен іздеп алсаңызшы өзіңізге ұнайтын машинаны. Болды, қазір онда интернеттен көріп жіберейін. Міне хоп, осылай. Міне интернеттен іздеймін, қандай мықты машиналар бар еді өзі, а? Мәссаған, балам, сен айтпақшы, ақшаң қанша бар, соған лайықты машина алайын. Әке, менде 800 000 теңге бар, соған лайықты машина іздей беріңіз. Жақсы машиналар келеді ғой 800 000 теңгеге. Мәссаған, конечно 800 000 теңге дейтін көп қой, балам, молодец. Қалай жинап жүрсің ол ақшаларды? Мәссаған, онда қазір мен мына жақтан бір әдемі машинаны таңдап алайын. Мә, балам, мен тапқан секілдім, мына жақта Skyline бар екен 800 000-ға. Осыны бере салайық онда заказға. Болды, әке, Skyline ба? Болды. Маған телефоныңыз бересең, өзім хабарласып, ақшасын салып жіберейін, оған машина келе берсін. Онда сіз барып жатып демалып алыңыз. Жұмыстан келдіңіз ғой, 2 күн бойы жұмыста жүрдіңіз. Мен үшін деп, еще сіз светке деп кет қалып едіңіз ғой, білесіз ба? Мә, енді свет дейтін зор ғой біздің үйде, свет өшпейді, енді осында үйде тұрамыз. Онда барып демала беріңіз әке, мен Skyline'ды күтіп алайын онда. Мә, болды балам, онда ма телефонды алып ал сен. Опа, мен барып жатып тынығып алайыншы. Мә, екінші этажда кроваттар бар ғой, я балам? Әке, кроваттар жетеді, 2 кроват бар. Екеуміз бөлек жатсақ та смело жатамыз әке. Мә, болды балам, от души, ё-моё, красавчиксің, сен барып жатып алайыншы. Мә, белім ауырып кетті сәлше. Сен онда соны күтіп отыр, жарай ма? Давай балам. Болды әке, күтіп алам ғой. Мә, достар, енді Skyline'ды күтіп алды. Енді Skyline'ға заказ беріп қойдық, енді Skyline күтіп алайық. Мә, ол қандай машина еді? Түр жағынан әдемі екен ол. Қатты жүрем екен еще достар. Мә, онда мен осы гараждың алдында күтейік. Міне, как раз машинамыз болатын болса, осы гаражға салып қоятын болам. Осы жерде күтетін болам. Мә, біздің өміріміз күшті болып жатыр ше. Осы YouTube-тың арқасында біз бомждықтан құтылдық. Мә, енді біз бомж емеспіз, енді біз кедей емеспіз, енді біз баймыз десек те болады. Қазір біздің мықты Skyline көлігіміз болады. Осы жерде күтіп отырайын онда мен. Опана, міне осы жерлерге адресін беріп еді. Міне Skyline көлігін осы жерге тастап кету керек еді. Мына бай үйім екен или мына жақта үйім екен, а? Примерно мына байлар шығар осы Skyline'ды беріп жатқан. Қараңдаршы, мә, мына Skyline көлігімізді сатайын деп жатырмыз біз. Міне мен мына жақта осы Skyline сатайын деп жатқан адам, осыны сатайын деп жатырмын. Бұл Skyline өте қымбат тұрады, 800 000 теңге тұрады. Қараңдар, бұл дейтін жынды жүреді ғой. Мә, осы үй шығар, я? Мә, ана жақта бір бала отыр ғой. Мә, соған апарып берейін онда. Сол ма екен? Сұрап көрейінші, кімдер заказ берді екен. Мә, осы жерге барып, мә, осы жерге қойып қойын. Балаға барып мен сөйлесіп көрейінші. Мә, опа, міне, қалайсың бала, сен білесің ба осы жерде кім заказ берген?
берген Skyline'ға? Ай, білем, ол бұл Skyline'ды біз ғой заказ берген. Жаңа үй алдық, жаңа машина алайық деп Skyline'ды бергем ғой мен әкеме деп осы Skyline'ды алдым. Бізді ойлап қалмаңыз, бомж деп мына үстіме қарап, киіміме қарап ойлап қалмаңыз. Біз енді байып жатырық, жақсы байып жатқаннан кейін жақсы машина алайық дедік. Сендер ме заказ берген? Мә, сендер мане? Мен мына байлар ма деп ойласам. Болды онда міне Skyline'ды әкеп қойдым, осы жерге қойып кетем. Мен өзім кеттім онда, жақсы. Давайте, Skyline құтты болсын сендерге онда. Мә, болды, рахмет, мына Skyline'ды тастап кеттіңіз ба маған? Ақшаңызды салып жібердім онда. Бастығыңызға салып жібердім Каспийдан. Опа, міне достар, мен Skyline'ды алып келіп қойдым папама. Мәссаған қараңдаршы, Skyline'ның биіктігі мен бойыммен бірдей екен. Мәссаған, мен осы алдына отыратын болам ғой. Как раз 2 орындық екен, папа екеумізге арналған. Папа рульді айдайды, мен отыратын болам. Или папа жоқ кезде бір айдап көрейін ба достар? Ұрыспаймын екен, папа қазір ұйықтап жатыр ғой. Бір жылдамдығын көрейінші осы жерден, осы жерге дейін бір айналып қайтайын, я. Мен сәл үйреткен еді папам бұрын. Опа, бұрылып аламыз, асықпай бұрылып аламыз. Мәссаған, байларға қазір құрбосқа соғып алып, байлардың үйін төлеп жатпайық. Мә, осы кезде заднийға салып жіберейік. Міне, опа, міне. Енді қатты бір жүріп көрейік, кеттік, газды басамыз. Давай. Мәссаған, күшті ғой мынау Skyline деген. Мә, достар, қатты жүреді мынау. Тоқта. Опа, тоқтадық. Торымызды да жақсы екен. Бұрышқа соғылып қойын дедім. Қазір бұрып алайын мен. Міне, жол ережесін сақтау керек, болмаса біз штрафқа түсіп қаламыз. Құрбосқа ақшаны құртып бізге керек емес. Біз өйткені әрең ақша тауып жүрміз, итак. YouTube бізге артық ақша бере бермейді ғой. Опа, міне онда гаражға кіргізіп қойын онда, я. Папам тұрам дегенше гаражда тұрсын да біздің машинамыз. Мә, қараңдар, гараж қалай ашылады. Мәссаған. Кәні, опа, осылай удобно кіргізіп қоямыз. Мына қатты жүріп кетті. Мә, мына қатты жүреді екен, бірақ мойындадым достар. Мә, болды, міне гаражға кіргізіп қойдым. Енді гаражды жауып қойын енді, біреулер кеп қалмасын дегендей. Мәссаған, болды енді. Тұра берсін енді. Папам ұйықтап жатыр ма, көріп қайтайыншы, қаяқта ұйықтап жатыр екен? Мен комнатамда ма или өзінің комнатасында ма екен, а? Мә, папам мен комнатамда жатыр ғой, жата берсін. Мә, шаршап қалған ғой папамды. Папам дейтін 2 күн бойы жұмыста жүрді. Мен үшін осы үйдің светін ақшасын төлеймін деп. Мәссаған, мен мына жерде отыра тұрайын одан да. Мә, ана байларды не істеп жатыр екен, бай досым не істеп жатыр екен, ол да дамып кеткен шығар, бәлкім достар. Мәссаған, мен ердің светін өшіріп қоя салайын, құры ақша жеп жатыр мынау. Опа, осылай өшіріп қоямыз светін, енді отыра берейік. Мен осы жерде ұйықтай беремін, мен осы жерде болады негізі ше. Мәссаған, байым досым не істеп жатыр екен, бірақ шынымен де сол қызық болып тұр ше. Мә, достар, онда кешке кездесеміз достар. Папам қазір жатыр ғой, мен де ұйықтап алайыншы, онда сәл шаршап қалдым. Мәссаған, опа, жалғасын көргілерің келсе арнаға тіркеліп осы видеоға лайк басып кетіңдер. Осы видеоға 3000 лайк жинайтын болса жалғасын шығаратын боламын. Қоңыраушаны да бас кетуді ұмытпаңдар, видеоны бірінші болып көретін боласыңдар. Қайырлы таң балам, мәссаған балам, кеше біз кешке тұрамыз деп уже азан болып кетіпті ғой балам, тұр кәне. Мәссаған, әке не дейсіз? Азан болып кетті дейсіз бе? Мәссаған, ё-майо, біз азанға дейін ұйықтағанбыз ба? Қазір онда тұрайын әке. Мәссаған, қазір тұрайын. Опа. Әке, кешке тұрамыз деп машинаны көрсетем ба десем, азан болып қойдым. Мане уже кеттік, онда сізге машинаны көрсетейін да онда. Кешегі алып келген Skyline көлігін көрсетейін, жынды жүреді екен әке. Жынды жүреді дейсің ба? Сонда сен оны айдадың ба менің рұқсатымсыз? Мен ба? Жо, айдамадым әке, просто анау әкелген адам басып әкелді да, соған айтып атқам ғой. Просто мен айдай алмаймын ғой әке. Мәссаған достар, әкем мен айдаған білсе айырады бірақ ше, сондықтан әкеме айтпау керек. Сол әкелген адам қатты айдап келді, соған айтып жатқам ғой, қатты жүреді деп. Кеттік, жүріңіз көрсетемін. Міне жүріңіз, осы гараждың ішінде тұр, кәні кірейік. Міне достар, мәссаған, мына Skyline көлігін қараңдаршы, көк көмбек. Кәне балам, қай жерде тұр? Мәссаған, мынау машина деген зор ғой, майо балам, молодец. Мына машина дейтін зор екен, онда мынамен айналып қайтуға болады. Оны қатты жүреді сияқты шынымен де. Мәссаған. Папам, бұл машина жаман қатты жүреді. Кеттік онда қаланы ағарлап дегендей. Мына еще киімімізді ауыстырып алайықшы, әке. Жүріңіз онда, кеттік қалаға барып қайтайық. Мына киім, новый киім алайық. Енді біз бомж емеспіз ғой. Қалаға дейсің ба, киім аламыз дейсің ба? Болды, кеттік онда. Мәссаған, гараждың есігін аш жер балам. Гаражды дейсіз ба? Қазір ашып жіберейін гаражды. Опа, мына басамыз. Опа, міне гараж ашылды. Енді кеттік әке, айдаңыз давай. Балам, машина алғанымыз зор болды ғой. Мына машина енді әдейім жүреді екен, мынау деген қатты жүреді екен. Асықпай айдаймыз, тағы да соғып алып. Машина айдамағалы көп болды маған да просто. Машина айда оңай емес қой. Мәссаған, кеттік, барып киім алып қайтайық өзімізге. Міне балам, жетейін деп қалдық. Осы жерде киім сатады, міне киім сататын магазин. Түс
кеттік жүр балам, өзімізге мықты киімдер алып алайық. Осы жерде киім сатады дейсіз бе әке? Мәссаған, не оны жерде киімнің түр-түрі бар ғой. Мына бомжский киіммен жүре беріп шаршап кеттім мен. Онда өзіме таңдап алайын бір әдемі киімдерді. Мәссаған, мен мынандай ақ футболка кигім келіп тұр. Осыны алып алайын. Міне мына жақта балдарға деп тұр, ана жақта қыздарға, короче, мына жақта мен өзіме киімдер таңдап алайын. Мынандай шорты или бір шалбар ма, мынандай майкалар алып алайын. Опа, өзіме ұнаған бір қара шортима алып алайын. Хоп, сосын мына жақта мына ақ футболканы алғым келіп тұр ше, осы әдемі сияқты алып алдым. Енді барып киім ауыстырып қайтайын. Хоп, мына жақта киім ауыстыратын жер. Міне осы жерден киім ауыстырып шығайын қазір. Достар, қараңдаршы, мен киіп алдым міне. Достар, қараңдаршы, мен киіп алдым міне. Бірақ та мына ақ футболка кішкене болсын сыймай қалды, қараңдар. Міне ішім көрініп қалды сәл. Енді өзімде сәл қабақ болып кетіппін, сәл көп тамақ жегеннен кейін. Бірақ та енді ладно, осы болады, осы киіммен жүре берем. Енді әкем қандай киім алған екен, көрейінші барып әкемді. Қане әкемді көрейінші. Мәссаған әке, әдемі киім алыпсыз ғой. Қараңдаршы достар, өзіне әдемі киім алып алыпты, қап-қара қылып алып, мына жақта галстугі тұр, ақ көйлекпен осындай киім алып алыпты әке. Сізге қатты жарасып тұр әке, әдемі болып тұрсыз, красавчик болып тұрсыз. Мәссаған. Рахмет балам, рахмет саған да. Сен де әдемі болып тұр, бірақ та мынау ақ көйлек енді кішкене сыймай қалыпты. Мәссаған. Бірақ та енді зор болып тұр. Енді біз бомж емеспіз. Мен осылай жүрем деп шештім. Енді мен байдың баласымын ғой. Рахмет саған. Балам, негізі осының бәрі сен арқаңда. Оқасы жоқ әке. Достар, осы біз дамып кеткеніміздің бәрі менің арқамда. Осы ютубтың арқасында біз жақсы ютубер болып кеттік. Мен уже мен кеде ютубер емес, бай ютубер болып кеттім. Енді мен бай досыма барып көру керек еді. Бай досымды айтпақшы достар, кешірейін ба, кешірмеймін ба? Соны комментарияға жазып кетіңдерші достар. Мен бай досым мені мазақтап бұрын видео салып еді ғой. Соны қазір кешірейін ба, или кешірмей-ақ қояйын ба? Әке, онда сіз осы жақтан киім таңдап жүре беріңіз, тағы да киімдер ала беріңіз. Ақша көп қой бізде. Мен бірақ барып үйге барып бай досыма барып қайтайыншы мен. Досыма барғым келіп жатыр, просто әңгімелер бар еді. Болды онда, мен осы жерде жүрем. Бірақ та машинаны тастап кет, машинаны айдап кетпе. Ана жақта бір самокат ба, арендаға алып самокатпен барасыз. Мен машина айдай алмаймын ғой әке, мен самокатпен барам. Ана жақта бізде самокат арендаға береді, сол жерден самокат алып алып үйге барып қайтайыншы мен. Бай досымды көріп, бай досыммен бір амандасып қайтайын, ол не істеп жатыр екен. Міне осы самокатты арендаға аламыз, кеттік. Достар, қалай видео ұнап жатыр ма? Достар, менің арнам 100 000 подписчикке азғантай ғана қалды, сондықтан да дәл қазір астында тұрған қызыл батырманы басып сұрғылып жіберіңдерші. Қоңыраушаны да басуды ұмыт кетпеңдер, видеоны бірінші болып көретін боласыңдар. Осы бай ютубер мен кеде ютубердің жалғасы осы видеоға 3000 лайк жиналса шығаратын боламын. Мәссаған, мына бомж досым үйін қараңдаршы. Мынау қалай алған? Мәссаған. Достар, ол ютубтан дамып кетті, кешен папасына машина берген. Соны терезеден көріп қалдым. Мәссаған, мен мына бомж досыммен қайттан дос болып алайын ба достар? Мына дейтін досым дейтін байып кетіпті ғой. Енді ол мені достаспайтын шығар ол менімен. Ол мен бұрын оны мазақтап видео салып едім ғой. Қазір үйінде ме екен, барып кешірім сұрайыншы онда мен досымнан. Мәссаған. Қайта мен онымен достасып алып, қайтадан оның арқасында подписчиктер жинайтын боламын. Қаяқта жүр екен өзі, қашан келеді? Мына жақта ма или мына жақта ма? Мәссаған, мынау қаяқта жүр өзі? Уже бай десем де болады негізі. Менің бай досым қаяқта жүр екен, уже байып кетті оларда. Мәссаған, үйге барайыншы. Достар, ана жерде бай досым тұр ғой. Барып сөйлесіп қайтайын. Жотам, досым қалайсың? Жақсы ма бәрі? Қараш, мен әдемі киім алдым, бізде әдемі үйіміз бар, еще машинамыз бар. Қалай, жақсы ма? Кезінде сен мені мазақтап едің ғой. Жотам, досым, еще ұрып кетіп едің мені. Жотам, не дейсің ал енді? Біз байып кеттік ал. Досым, енді кешірші, ол кезде енді мен дейтін сәл ашулы болдым. Енді шынымен де бір жағынан мен контентімді ұрлап кеттім дегендей. Ал оған дейін енді сен кедей болдың, содан кейін маған ұнамадың. Контентімді ұрлап кеттің дейсің ба? Немене, сен ғана бай боласың ба? Біз де бай боламыз. Еще кедей кезіңде ұнатпадым дейсің. Не, сен сонда тек қана байларды ұнатасың ба, не? Жоқ, досым, ондай емес. Досым, одан да мені кешірші, өтініш, екеуміз қайтадан дос болайықшы. Екеуміз қайтадан дос болып, қайтадан видео түсіріп, қайтадан ойнайықшы бірге, досым, өтініш. Мәссаған, достар, мынау менен кешірім сұрап отыр ғой. Мына досымды кешірейін ба? Енді бұл досымды кешіруді сендерден сұрайтын болам. Давайте дәл қазір осы видеоға лайк басып, мен арнама тіркеліп жіберіңдер и комментарияға жаз жіберіңдерші достар. Комментарияға жаз жіберіңдер, общем достар, мына досымды кешірейін ба, кешірмейін ба, қайтадан бұмен дос болайын ба, или бұл дейтін жаман ба? Сендер бәрін білесіңдер ғой, бұл досым жақсы ма, жаман ба, соны комментарияға жаз жіберіңдерші достар.
мына досымды негізі мен кешіргім келіп тұрған жоқ ше. Өйткені бұл бізді бомж кезімізде мазақтап видео салып еді. Енді қараңдаршы, бай болған кезде уже жағымпазданып мен қасыма жолағысы келіп жатыр. Бұндайлармен дос болмау керек. Бұл бомждар жақсы көрмейді да, чисті байлармен араласып алады бұл бала дейтін. Мен бұны кешіргім келіп тұрған жоқ. Енді бірақ та сендер кешір десеңдер, мен кешіремін. Саған онда мен барып үйге сәл жата тұрайын. Сендер жаз жеріңдер. Сол кезде мен кешіретін боламын. Айтпақшы, бүгінде YouTube-қа видео салып тастау керек еді. Барып YouTube-қа видео салып тастайшы. Саған міне компьютеріме отырдым. Хоп, міне YouTube-қа видеомды салып жіберейін. Қазір Roblox-қа кіреміз. Міне Brookhaven-ге кірдім. Енді видеомды бастап жіберейін. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер, сіздермен бүгін мен Нұрасыл. Бүгінгі біздің видеомыз осындай бай болып өмір сүретін боламыз, достар. Сендермен бірге болған Нұрасыл. Давайте. Саған достар, видеомды істеп біттім. Енді монтаждап жіберейін. Опа, монтаждап біттім. Енді YouTube-қа салып жіберейін. И хоп, басып жібереміз. Опа, бітті достар. Мен бір видеоны істеп тастадым бүгінге. Енді ертеңгі видеоны ертең істеймін. Енді бүгін сәл кішкене шаршап тұрмын. Енді мына видеомды істеп тастадым. Енді бұл да видеом жақсы просмотр жинаса, зор болар еді. Саған. Мен онда осы жерде сәл кішкене планшетімді шұқылап, папаны күтіп отырайын енді. Достар, енді сендер жазып жіберіңдер, обязательно досымды кешірейін ба, кешірмей қойын ба. Достар, қалай видео ұнап жатыр ма? Достар, менің арнам 100 000 подписчикке азғантай ғана қалды, сондықтан да дәл қазір астында тұрған қызыл батырманы басып сұрғылып жіберіңдерші. Қоңыраушаны да басуды ұмыт кетпеңдер, видеоны бірінші болып көретін боласыңдар. Осы бай ютубер мен кедей ютубердің жалғасы осы видеоға 3000 лайк жиналса шығаратын боламын.